Астрономия негіздері жұлдызды аспан. Жер планетасы күн жүйесінің құрамына кіреді. Күн біздің планетамызға кіретін құс жолы галактикасының жұлдыздарының бірі. Ол галактика центрінен 28 000 жарық жылына тең қашықтықта орналасқан. Ал жарық жылы деп отырғанымыз жердің бір жыл ішінде жарықтың вакуумда таралу қашықтығы екен. Жалпы біздің галактикамызда шамамен миллиардтаған немесе триллионға жуық әртүрлі жұлдыздар бар. Олардың бір бөлігі шар тәріздес және шашыранды жұлдыздар шоғырын құрайды. Құс жолы дискісінің диаметрі шамамен 9,5 оның 17 дәрежесі километр немесе оның 5 дәрежесіне жуық жарық жылына тең екен. Жолының серіктері бар. Олардың екеуін үлкен және кіші Магеллан бұлттардың жердің оңтүстік жарты шары аспанынан оңай бақылауымызға болады. Оларға дейінгі арақашықтық шамамен 1,5 оның 5 дәрежесіне жарық жылына тең. Заманауи телескоптардың көмегімен ғаламда миллиардтаған галактикалар табылды. Сыртқы түріне қарай олар шартты түрде 3 түрге бөлінеді. Эллипстік, спираль тәрізді және де бұрыс пішінді болып бөлінеді. Біздің галактика спираль тәрізді галактикаға жатады. Көріп отырғаныңыздай елестетуімізге де оңай. Галактикаларды жұлдыздар сияқты жүздеген және мыңдаған галактикалардан тұратын шоғырларды құрайды. Ғалам галактикалар шоғырларынан тұрады және ол шексіз болып табылады. Галактикаларда диффузиялық және планетарлық шаң тозаңды тұмандықтар байқалады. Жұлдызда тұмандықтар да жоқ. кеңістікте жалпы жұлдызаралық газ бен шаңға толған онда зарядталған бөлшектер ағынынан тұратын ғарыш сәулелері тесіп өтеді. Ғалам дегеніміз планеталардан, жұлдыздардан, жұлдызаралық заттардан және ғарыш сәулелерінен құралған барлық материялық әлем десек қателеспейміз. Қызықты ақпарат. 2014 жылы қыркүйекте жарияланған мәліметтерге сүйенсек, 4 миллиард жылдан кейін құс жолы үлкен және кіші Магеллан бұлттарын жұтып алады, ал 5 миллиард жылдан кейін галактиканың өзі Андромеда тұмандығы галактикасына жұтылады деседі. Шоқ жұлдыздар шоқ жұлдыздардың атауы. Ертеректе жарық жұлдыздар тобын шоқ жұлдыздар деп атаған. Оларға грек аңыздары кейіпкерлерінің аттарын берген. Мысалға Андромеда, Прах, Тоқты, Айдахар, Кассиопея деген секілді. 16-17 ғасырларда теңіз саяхаттарының дамуының арқасында оңтүстік жартышардағы жұлдыздар шоқ жұлдыздарға топтастырылып, аспанда корма, кел, желкендер, микроскоп, телескоп, циркуль, тұспағар атты шоқ жұлдыздар пайда болған болатын. Ал әр кезеңде әрбір халықтың аспанды шоқ жұлдыздарға бөлуі әртүрлі болды. Мысалға, көне Қытайда аспанды 4 бөлікке бөлген. Олардың әр қайсында 7 шоқ жұлдыздан болған. Шоқ жұлдыздардың атаулары да әртүрлі болды. Мысалға, үлкен аю шоқ жұлдыздың қазақ халқы 7 қарақшы деп айтса, ал орыс халқы үлкен лужау, ал эстондар арба, моңғолдар 7 қарт деп атаған екен. 18 ғасырда саясаткерлер мен шіркеу қызметкерлері жұлдызды аспанды басқаша сипаттап, жұлдыздардың атауын өзгертуге тырысты. 1922 жылы Халықаралық астрономия одағының бірінші бас ассамблеясы өтіп, онда аспанды 88 шоқ жұлдызға бөлу және олардың атауларын белгілеу шешілді. 1935 жылы бұл мәселелер түпкілікті шешіліп, жұлдыздар арасында шекаралар жүргізілді. Ол бойынша солтүстік жартышарда 31 шоқ жұлдыз болса, ал оңтүстік жартышарда 48, экваторда 9 шоқ жұлдыз орналасқан. Шоқ жұлдыз дегеніміз аспанның жұлдыздар тобы орналасқан нақты шекарасы анықталған белгілі бір бөлігі.